10 сабақ кеңістік геометриялық фигуралар, көлемді өлшеу. Жаңаны үйрену, көлемнің өлшем бірліктерін, олардың арақатынасын біле аласың. Текше мен тікбұрышты параллелепипедтердің көлемдерін өлшейсің. Тапсырманы орында дейді. Бірінші А тапсырма. Сен туған өлкенің табиғатына байланысты аңыздарды білетін боласың. Мысалы, Бурабай туралы аңыз. Тау нені есіңе түсіреді? Адамдар табиғаттағы кейбір нысандарды ертегі кейіпкерлеріне ұқсатады. Қоршаған ортаны осы сияқты пішінді заттарды ата. Яғни байқап тұрсаңыздар, бұл тау пирамиданы еске түсіреді екен. Пирамида деген бізде Египетте кездесетін фигуралардың бірі. Пирамида деп қойын. Фигуралардың атауын есіңе түсір. Олардың қайсысы ішінде қырлары 1 см болатын көптеген кішкентай текшелерді салған ыңғайлы қорапқа ұқсас дейді. Бұл қораптың ұзындығы А деп алайын, ұзындығын 5 см дейін. Енін Б деп алайын, 3 см. Және биіктікті бізде сантиметр. Оған қырлары 1 см болатын қанша текше сиятынын есепте. Текше деген бізде ол, яғни текше деген ол квадрат. Текше ол квадрат бізде, квадрат. Яғни квадраттың барлық қабырғасы тең, демек оның қырлары 1 см-ден дейді. Барлығы бірге тең фигураны текше деп атайды. Осындай қораптың ішіне сию керек. Арман өз есептеуін жүргізді. Олар бір қатарда қырлары 1 см болатын қанша текше бар екенін санады. Қалай шыққанын көрсетіп тұрған, ал сен қалай санар едің дейді. Текшенің жаны барлық өлшемдерін көбейтемін, яғни енін, ұзындығын, барлығын бір-біріне көбейтемін. Мына қарай. Сантиметрді мен жақшаға алып отырайын. 5 см, 3 см, 4 см. Енді осыларды көбейтейін. 5 жердегі 4-ін 20, 20-ны 3-ке көбейтсең 60 сантиметр деген бізде қанша? Сантиметр деген бізде 3 рет кездессе, сол себептен сантиметр куб болып есептелінеді ол. Сонда бір текше 1 см квадраттан болғанда, яғни мынау текшеміздің өзі 1 ғой. 1-1-1-1-ді қанша рет көбейтсең де 1 шығады. Сонда 60-ты 1-ге бөлетін болсам, бәрібір де 60. Жауабым осылай. Өздеріңіз осылай қойген. Мынау ұзындығы, мен бұлай есептен, А ұзындық қысқартып жазайын. Мынау Б ені, мына H деп отырғаным биіктігі деп қояйын. Биіктігі. Біз көлемді В әріпімен белгілейміз да, сол А, В, С-ға көбейтеміз. Біздің жағдайымызда осындай көлемнен 3 берілген екен. Я? 3 берілген. Оны қалай есептейміз? Бірақ көлеміміз 3 бөлек берілген. Сарысы, қызылы, сарысы болып берілген. Яғни сарыны бұлай есептейміз. Бізде сарыға қараймыз. Ені 3-ге тең. Ұзындығы 1-ге тең. Биіктігі 3-ге тең. Міне осыны көбейтеміз. 3 көбейту 1 көбейту 3. Міне 9-ға тең. Яғни бұның өлшем бірліктері сантиметр болса, демек 3 рет көбейткен үшін, міне 3 рет дегенді куб деп белгілейміз осылай. Енді қараймыз. Енді бұндай бізде нелер нешеу кубтар жаңағыдай фигуралар, бұндай фигуралар 3 бізде. Сол фигураны 9-ды 3-ге көбейтемін. Ондай бізде 27 сантиметр куб болады екен. Осылай есептеуге болады. Айдадек шымақыл екінші тәсіл. Бұл жерде осы суретті ала берейін, бірақ бұл жерде сурет көлденеңнен түскен. Бұл жерде ұзындығы 3 деп берілген, ені керісінше биіктігі 1 деп берілген. Онда тұрған шынаршық тура осы жолмен енін, ұзындығын, биіктігін көрсет 9 екенін аламыз. Сантиметр куб. 3 санды көбейтсек, өлшем бірлігі куб болады. Сол неше бізде не бар? Фигура бар, сол фигура көбейтем. 9-ды 3-ге көбейтем, 27
сантиметр куб болады. Мына ең жеңіл дециметр кубқа тең. Демек, мына екі өлшем бір-біріне тең болады екен. Бір-біріне тең болады екен. Мына екінші мысал бойынша. Одан кейін 10.000 сантиметр куб, 5 дециметр кубың 5.000 сантиметрге көп болғандықтан, мынау 5 дециметр дегенің 5.000 сантиметр кубқа тең. Демек, 5.000 көп па, 10.000 көп па? Әрине, 10.000 көп деп жауап береміз. 1 дециметр куб тең 10.000 сантиметр кубқа. 1 дециметр кубың ол 1000-ға тең болған екен, 1000 сантиметр кубқа тең болған екен, 10.000 сантиметр кубың әлбетте үлкен болады. Яғни, мына біріншісінде тұр, 1 сантиметр кубың 1000 миллиметр кубқа тең болған екен, мына екеуі бір-біріне тең болады. 1 дециметр кубың 1 миллион миллиметр кубқа тең болған екен, 1 дециметр кубың үлкен болады екен. Дециметр кубың 12.000 дециметр кубқа тең. 3 метр кубың 3000 дециметр кубқа тең болады. Ал 1 миллион миллиметр квадрат сантиметр кубқа тең болады. Сонда 1000 сантиметр кубқа тең болады. 1 дециметр кубың неше сантиметр? Яғни 1000 сантиметрге тең неше миллиметрге? 1 дециметрің, яғни 1 миллион миллиметр кубқа тең болады. Текшесі. Жасыл деп қойын, жасыл текше. Яғни бұның ені де, ұзындығы да жаңа алдында есептедік қой, ені де бірге тең, ұзындығы да бірге тең, биіктігі де бірге тең болса, онда енін, ұзындығын, биіктігін көбейтіп бір деп алассақ болады. Яғни өлшем бірлігі сантиметр кубқа тең. Қызыл текше. Так, ені ұзындығы 5-ке тең, ені 2-ке тең, биіктігі 3-ке тең. Енді осының көлемін табуымыз керек. Көлемі барлығын көбейтеміз. 5-ке 2-ні, 13-ке көбейтемін. Демек, 10-ға 3-ті көбейтсем, 30 сантиметр куб үлгін фигура. Бұл текше деген, текше болмайды, фигура болады. Қызыл фигура деп айтайын. Параллелепипед. Науда ені ұзындығы 8 сантиметр, ені 4 сантиметр, биіктігі 1 сантиметр болады. Көлем деген осын барлығын көбейтеміз бір-біріне. 32 сантиметр куб болады екен. Жақсы. Сантиметр кубқа тең, 3 жағы да боялған текшені табуым керек. 3 жағы да боялған. Мына жерде ғой бізде 3 жағы боялған. Мына бір жағы боялған. Мына жерде углда тағы біреу бар, арғы углда да бар. Яғни төбесінің өзінде 4-еу бар. 4-еу бар. 4-ке астында да тура сондай бар. 1-еу, 2-еу аржан көрінбей тұр, 3-еу арғы бұрышында тағы көрінбей тұр. Сонда ондай бізде 4-еу бар. Сонда 3 жағы да боялған 8 текше бар. Текше деп қойын. Мына жер 1, мына жер қызылмен бояп тұрмын, 1-еу, ар жағы 2-еу, 3-еу, мына 4-еу. Бұндай 4-еу. Мына астында да тура сондай 1-еу, 2-еу, оның ар жағында тағы 4-еу бар. 4-еу. Оның ортасында да бар, мына 1-еу, мына углдарын есептейміз, 1-еу, мына аяғында да бар, мына аяғында да ар жағында 1-еу бар, 4-еу. Сонда барлығын қоссақ, бізде 12 бар. Бағана боялған, мына 1-еу, 2-еу, оның арғы жағында да бар. 3-еу, 4-еу, мына ортасының өзінде 4-еу бар. Мына жерде 5-еу, астын сананы 6-ау. Жалпы 6 текше бар мына. Енді қараймыз, мынау осы текшенің жалпы көлемі, бұның барлық қабырғасы 3 дедік қой, 3 көбейту 3 көбейту 3. Яғни жалпы бізде 27 сантиметр куб текше бар.
мынандай бөліп тастаған. Бізде енді мына текшелерді қосып шығайықшы. Бояу маған неше текше екенін жазуға болады. 8 қосылған 12 қосылған 6. 26 текше бар. Сонда ортасында бір боялмаған текше бар екен. Яғни 27-ден 26-ын азайтсақ, бір текше не істеген? Боялмаған. Осылай тауып алуға болады. Бірдің кубы бірді 3 рет көбейту деген сөз. Бірге тең. 2-нің кубы деген 2-ні 3 рет көбейт деген сөз. 8-ге тең. 3-ті 3 рет көбейту деген сөз. 27-ге тең. 4-ті 4 рет көбейту деген сөз. Демек 64-ге тең. 5-ті 5-тің 3 дәрежесі деген 5-ті 3 рет. 5-тің 3 дәрежесі немесе 5-тің кубы деп атайды. 125-ге тең. 6-ны 3 рет көбейту деген сөз 216-ға тең. 7-нің 7. Димаш, ап кетсей! 343. 8-ді 3 рет көбейту деген сөз 8-дің 3 дәрежесі кубы барлығы бір сөз. 512-ге тең. 9-ды 3 рет көбейту деген сөз 9'ды 3 рет көбейту 729 деген сөз. 10'ды 3 рет көбейту, міне, неше 0 бар, сонша 0 тіркей саласын. 1000-ға тең. Осы оның көлемі бізде 1 көбейту 1, сонда 1 дециметр кубқа тең деген сөз. Сонда 1 дециметр кубың 1 литр суға тең болады. Енді қай ыдыстағы суды мына текшеліге құюға болады? Яғни 5 литр болатын болса, ол онда 5 дециметр куб болу керек еді, я? 8 литр болса, ол 8 дециметр кубқа тең. Елу литр деген 50 дециметр кубқа тең болу керек. Демек, бұл сурет бойынша 8 литрің 8 дециметр кубқа тең деп аламыз жауабы. Яғни барлығы 33 тасты бөліп алу керек болды. Соны есептеуіміз керек болды, я? Яғни бізде барлығы жаңағыдай 7 деген тастың түрі бар. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни олар әрқайсысы әртүрлі тас, әрқайсысы тастың 3 түрінен 33 тастан бөліп алуды ұсынды дейді. Демек, бұлай жазсақ болады. Бірінші, екінші, үшінші. Біріншісі 8 тас, 10 тас, 15 тас. 8, 10, 15. Қосындысы 25, 33. Одан кейінгісі 7, 12, 14. Қосындысы 33 болды. Одан кейінгісі 9, 11, 13, 33. Барлығы 99 тас болды. Маңыздысы есептің шарты бойынша әрқайсында 3 түрлі тастан бөліп алды. Бұл 500 грамм дегенің 500 мың миллиграмм қосылған 3 миллиграмм, сонда бұл 503 миллиграмм болады. 4000 дециметр куб деген неше метр кубқа? Демек 4 метр кубқа тең. 14 ғасыр дегенім
Неше жыл дейді. 14 ғасыр дегенім 1400 жыл. Үш сантиметр куб неше миллиметр квадратқа тең екен. То есть тең, яғни 300 миллиметр квадратқа тең. 300 мың миллиграмм дегенім 300 граммға тең. 5000 дециметр куб дегенім 5 метр кубқа тең.